Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз осындай қаттаманан дайындаймыз. Пияз мен қатты жақсы көремін. Үйдегілерім де ерекше жақсы көреді. Өзі жұп-жұқа осындай қытырлап тұрып шығады. Ал дайындап көрейік бірге. Қаттамананың рецептін видеоның астына қалдырып кетемін. Бізге керегі бір тал жұмыртқа, сары май азғантай, тұз бен су, сосын кішкене дрожж керек. Су тұзлы. Осындай дрожж. Суны араластырып қамыр илейміз. Ал достар, қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Пакетке орап, кішкене қойып қоямыз. Ал достар, қамырымыз дайын болғанша маргаринімізді ертіп, пиязымызды турап дайындап аламыз. Ал достар, қамырымыз дайын, жұп-жұқа қылып жаямыз. Ерілген маргаринімізді алып, жайылған қамырымыздың үстіне қойып, қолымызбен жайып шығамыз. Маргаринімізді бір келге қылып тегістеп жайып шыққаннан кейін пиязымызды қосып, қолымызбен оны да жайып шығамыз. Пиязымызды жайып шыққаннан кейін кішкене үстіне ұн қосамыз. Ұн қоссаңыздар, қамырыңыз қытырлап болып шығады.
Ол осы видеода көрсетілгендей қолымызбен самсаның қамыры сияқты орап шығамыз. Орап, бәрін орап, пакетке салып, морозильникке, я болмаса, бүгін дайтын болсаңыз, холодильникке 2 сағатқа қойып аламыз. Artificial love. Artificial love. We just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Менің қамырым 2 сағат тұрды холодильникте. Енді шығарып, бөліп, жұп-жұқа қылып, оқтаумен қайтадан жайып шығамыз. Artificial love. Artificial love. Ал достар, қамырымыз дайын, осылай болып шығу керек. Үстінен жұмыртқаны жағып шығамыз. Жағып шығып, духовкаға саламыз. Ал достар, қаттама нанымыз дайын. Ас болсын сіздерге. Рахмет. Сау болыңыздар.